Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер деген один блок ойнайтын боламыз. Яғни бүгін бізде Skyblock емес, один блоктан новый мир. Не бізде тек қана бірақ блок. Ал достар, сендер видеоға қазір лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Так, ең алдымен біз қалып кетпейік. Ойынның бақтары көрдіңіздер ме достар? Неше мән бермейміз. Өліп қайттырылейік. Кішкене бір баг бар екен ойында. Айтпақшы достар, бізде сохранение инвентар бар екен. Так, осыны қойып аламыз. Триад дейді. Так, біз осылай сындыра берейік. Өйткені бізге жеріміз тәуір керек. Уже бізде камень беріп жатыр. Яғни біздер деген верстак жасау керек ең алдымен. Так, верстак керек болады. Потом верстакты мына жерге қояйық. Кирка істейді. Ё-моё, достар, Майнкрафт ойнауды кішкене қол деген шығып қапты. Яғни мен Майнкрафт ойнамағалы өте көп уақыт болды. Майнкрафттан видеода шықпай кетті. Енді достар, жиі шығарып тұрамын. Яғни тырысамыз видеоны жиі шығарып тұруға, өйткені менде алдындары қол босамай кетті. Енді бір-екі себептер бар оған. Ал енді қазір менде қол сәл бос. Бізде сандық шықты уже. Так, бізде опыт. Бұл опытты өз-өзімізге лақтырып алсақ. Так, бізде 3-ші уровень. Сындыра саламыз. Біз өзімізге кирка істеп алайық. Так. Че киркаға жетпей мені? Жоқ, тоқтап алай. Енді. Все, кирка жасап аламыз осылай. Енді киркамен сындыра береміз. Достар, сіздер видеоға лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Тағы да опыт беріп жатыр. Олар не беріп жатыр? Түсінбедім. Жота, алда бір бәлет бар сияқты жота. Қалай білесіздер? Так, бізде құм, ағаш, қиыршық сондай беріп жатыр тек қана. Так, бізде тас. Біздер деген өзіміздің жеріміз сәл үлкейтіп алмасақ, өте кішкентай. Сол себепті ыңғайсыз болып жатыр. Так, осы жаққа мына жанына қойық. Осылай міне. Енді ары қарай тағы да сындыра берейік. Так, сындырып тастаймыз. Не зат? Бұл ненің жұмыртқасы, достар? Так, ала салайық. Қолымызға алайықшы. Тірілтейін бе әлде керек емес па? Қазірше қоя тұрайық, өйткені жеріміз кішкентай бізде. Жеріміз үлкейсін, сосын көре жатамыз. Так, тағы да сандық берді. Сандықтың істен бізге железа берді, достар. 5 железа берді. И және қасына қосымша тамақтар берді. Өте керемет. Так, бізге ағаштарды көп беріп жатыр жота. Міне тағы да ағаш. Достар, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мені 5 подписки көретіндер, яғни арнаға тіркелмей көретіндердің саны 98% адам. Сол себепті арнаға тіркелеміз, өйткені 98 деген ол өте көп. Яғни мені тек 2% адам тіркеліп көреді. Сол себепті достар, бәріміз арнаға тіркелейік. Және де лайктарыңызды басып қойыңыздар. Сол кезде келесі видео тез шығады. Көп лайк жиналған сайын келесі видеоның шығу уақыты да аз болады, короче. Сол себепті видеоға лайктарыңызды басыңыздар. Так, намбайынан дәуртейік. Айтпақшы достар, сосын мен өзім жаныма тағы да адамдар алайын ба, әлде керек емес па? Егер де қасыңа адам қосып ал десеңіздер, қосам. Ал егер жалғыз өзің түсіре бер десеңіздер, жалғыз өзім түсіре берем. Так, бізде деген ағаш өте көп болып кетті. Негізі біз
ағашпен де жалғастыра беруге болады, жеріміз үлкейтіп, бірақ кішігірім құммен соққан тиімді да. Песок беріп отыр, ағаш. Сандықтан не берді? Бізге бір не берді? Паутина берді. Паутинаның көзібін берді айтпақшы. Мынау неден жасалды? Кожа керек па бұған? Айтпақшына опытты құрт қойғанша бит атып жасайықшы. А то бостан босқа орнап тұр. Ары қарай сындыра берейік. Тағы да сандық шықты. Золотое яблоко берді. Бұны таба аламыз. Сындыра берейік. Мен негізі андай жасыл биом шыққан кезде кішкене сындырмай күте тұру керек, өйткені мына жақта жасыл болу үшін. Мына жақта жасыл болса, оппа, сандық. Неге болмайтын нәрселер беріп жатыр? Маған керек емес нәрселердің көбісі. Сындырып. Ё-моё, биом қайтып сындар жерін. Асықпай сындыру қажет. Өйткені тағы да сындырып жүрмеу үшін. Кәдімгі құм. Ағаш. Ё-моё, менің киркам сынып қалды. Топорым сынып қалды, кирка дегенше. Топорды қайтып жасайтын еді өзі. Бұлай, и потом бұлай еді, Все. Дәл сындыра берейік. Бізге жасыл биом шыққан кезде тоқтау керек. Мынандай ядзаларға дым түсініп атқан жоқпын ше. Яғни, бұл қазір мен басқа сервер таптым, мен алдында ойнайтын серверім 1:20 еді, ал қазіргім 1:21, сол себепті мынандай нелер қосып кеткен. Жоқ, 1:20 емес, 1:19 еді, походу. 1:19 өткен баяғыдай еді ғой. Тағы да сандық. Маның бәрі нелер ма? Походу ондай бояйтын краскілер бар. Бәсе краска екен. Сындыра берейік. Негізі ше, аны былай қойып таяқшы. Бұлай. Енді ана сандықтарды қойып тиеміз. Біреу екеу. Ой, мойны қате қойып кетті. Осылай қойып тиеміз. И енді керек емес заттарды сандыққа сала береміз. Мыналардың ешқайсысы маған керек емес. Сандықта тұра берсін. Корова деп тұр. Тупой, мен астындағы жазуларды оқуды ұмытып кеттім. Астында жазылып тұрады екен ғой өзі. Все. Бізде уже кеш болып баратыр, бізге кровать либо үй салу керек. Негізі үй салу қажет. Бізден андай нелер көп қой, ағаштар, тез үйімді салайын ба? Ана, қазір грядканы алсамыз. Жасыл биом шыққанша сындыра тұрам. Жасыл биом шыққаннан кейін үй соғам. Яғни жасыл биом оған дейін мына жан жақтағы құмдарды жасыл қылып тастайды. Жасыл биом жаңа сындар жерін шыққан кезде ше. Бізде түлкі керек емес, бізге түлкінің несі. Жалпы түлкінің пайдасы жоқ сияқты, мен ойымша Майнкрафтта. Әлде бар ма? Бәрін былай сындыра берейікші. Жасыл биом шыққанды тоқтауға тырысам. Достар, айтпақшы, мен бұл өнерді соңына дейін ойнайын ба әлде
қызық болмай қала ма сіздерге, сондықтан комментарийға жазыңыздар. Егер де сіздерге один блог ұнамаса, мен басқа да режимдер түсірем. Яғни хардкор, либо выживание, либо скайблог. Так, не заттар беріп жатыр. Саженстер беріп жатыр бізге тек қана. Ё-мое, жазылып жүрмін, қайтадан сындар жүрмін. Так, достар, мен тез уақытты өзгерте салайын. Все осылай ыңғайлы. Так, бізде земля керек. Бұнымен біз жеріміз 4 болайық. Так, осылай қойып түсеміз. Все, енді біз өзіміздің үйімізді соғуымыз керек. Так, үйді соғу үшін біз қандай немен блокпен соғамыз? Ең алдымен осымен біз кішкене үйімізді алысқа соғайық. Так, осылайынан біз өзімізге пол жасаймыз. Где-то маған 64 жетеді деп ойлаймын. Так, біз мұнай қарай соғайық. Так, достар, мен өзіме осындай үйімнің, яғни фундаменттерін соғадым. Но фундамент емес енді. Бірақ соған ұқсас. Достар, біз мына аралға жақындап қалдық. Негізі өтіп кетуге болады, кішкене блоктар қойып. Бірақ оған келесі бөлімде барайық, достар. Осы видеода біз өзіміздің үйімізді салайық деген сөз ғой, короче. Барлығын осы видеода істеп жасақ қызық болмай қалады. Сол себепті осы видеода тек қана үй соғамыз, келесі видеоларда басқа аралдарға барамыз. Сол себепті видео лайктарыңызды басыңыздар. Мен жаңа айта кеткендей, видеода көп лайк жинаған сайын мен видеоларды тез шығарам. Так, неге қойылмай жатыр? Тағы бір болып жылжу керек, походу. Так, осылай енді қойылады. Так, өстіп, и потом осылай. Все, осылай үй. Яғни үй емес, бұл әлі бұлайнан крышасын соғу керек, жан-жағында стенасын соғу керек, полын соғу керек. Әлі бұның бітпеген заттары көп. Достар, осымен осы видеоны аяқтайтын кез келді деп ойлаймын. Өйткені бізде видео тым ұзақ болса да болмайды. Яғни, короче, келесі видеоға қалдырамыз. Сендермен болған бұл мен Нойл. Видео лайктарыңызды басыңыздар, арналы тіркеліңіздер. Ал енді қош болыңыздар, давайте.